Саяжайын сыртқы есігі, сыртқа шығар екінші, бөлмесін есігі. Сыртынан жабық тұр екен, мен ішінде екенмін. Сол есік жабық болса да, сыртынан 4-5 сантиметр есіктің ақырғы жабылатын жері сондай ашық тұрды. Қарасам содан сырт көрініп тұрды. Сол сыртқы есіктің ішінен сыртты есік алдын қарасам, әкеша, әкем үй сияқты бірденен терезесінен қарап тұр екен. Тұрған ағаш қора жақтан 30 метрдей маған жетпей, мен сол есікті үстіңгі жағынан емес, одан біраз төмендеу ағашын алған екенмін. Сындырмай содан сон есікті ашып қолыммен іштен сыртқа шығып қайта орнына қойып қойдым. Есікті қалпына келтіріп. Содан сон саяжайдың жанына қарасам, фундамент құйылып тұр екен. Сұрғыш жасылдау, жып-жылтыр, әдемі, биіктігі 4-5 қырынан қойылған кірпіштің биіктігіндей екен. Сол фундаментпен қосылып құйылған, соған ұқсайтын үй сияқты сондай түстегі құйылыпты. Жып-жылтыр, әдемі екен. Көктемге ұқсас түрі, басы соның бойымен бірдей екен. Ұстап көріппін оны да, соны да. Содан сон саяжайдың ішіне кірсем, әппақ екен қабырғалары, сыртқы. Ұстап көріппін оны да, соны да. Содан сон саяжайдың ішіне кірсем, әппақ екен қабырғалары, сыртқы ішінің. Ішін тани алмай қалып таныдым, әппақ болып тұрғанда. Оның да іші. Ал екінші есіктің ішіне кіргемде жатар, ол да әппақ болып тұрса да, оны танып тұрдым. Кірмей жатып ақ есіктен ақ мен кіріппін. Әкеша бізге салындар деп жүр ғой бұл түсім.